Соңғы кезде көп қойылатын сұрақтар ИП жақсы ма, ТО жақсы ма, қайсысын ашқан дұрыс деген сияқты. Общий установление ашып жатыр ғой қазір көбі. НДС-қа өтіп жатыр, общий установлениемен ашып жатыр. Сол кезде ТО жақсы ма, ИП жақсы ма деген. Енді қараңыздар, ИП өзі аты айтып тұрғандай жеке кәсіпкердің өзі жеке кәсіпкерлігі. ТО жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ЖШС. Енді ТО дейтін нәрседе қай кезде ТО жақсы? Сіздің өзінің алға қойған мақсатыңыз үлкен болатын болса, ол ТО-ны ертең үлкен бренд қылатын болсаңыз, атын названиесін патенттеп қоясыз, және де оны сатуға мүмкіндігіңіз болады, дарениеге беруге, енді қайтыс болып кеткен жағдайда мұраға қалдыратындай үлкен бір сондай планыңыз болатын болса, конечно, ол жерде ТО жақсы. Инвестиция тарттыратын болсаңыз, жауапкершілік шектеулі серіктестігі аты айтып тұрғандай, серіктестеріңіз болса, қасыңызға серіктеріңізді кіргізіп, доляға кіргізіп, ары қарай жұмыс жасайтын үлкен планыңыз болатын болса, әрине ТО жақсы. Бірақ енді сіз бүгін қалтаңызға қарап, салығыңыздан экономить етіп, өзіңіздің шағын жеке кәсібіңізді, арендаға алып отырған магазиніңізді, немесе бір-екі техникаңызды жүргізіп жүрген болсаңыз, әрине оған ИП дұрыс деп ойлаймын. Себебі общий установлениемен жұмыс жасаған кезде ТО-да 20% КПН төлейміз, таза пайдадан. Және де ИП-да 10% ИПН төлейміз годовой таза пайдадан. Айырмашылығы 2 есе. Және ТО-да дивидендтан 5% салық ұсталады биылдан бастап. ИП-да дивиденд деген нәрсе жоқ. ИП-да өзіңіздің пайдаңызды алып отырсыз, 10% төлеңіз болды. Және де ТО-да ақша түсірген кезде банктен ол кезде қиналып кетесіз. ИП-да өзіңіздің жеке шотыңызға аудардыңыз, өзіңіз қашан қаласаңыз да ақшаңызды ала бересіз. Ешқандай проблема жоқ. Сол үшін ИП мен ТО-ның айырмашылығы бұл жерде жер мен көкте. Егер шағын кәсіп болсаңыз, жеке кәсіпкердің өзінің аты айтып тұр ғой, жеке кәсіпкер, өзіңіздің кәсібіңізді дөңгелетіп жүрген адам болсаңыз, сізге өмірді қиындатып бір ТО ашып қажеті жоқ. Өзіңіздің үлкен планыңыз бар ма? Әрине ол кезде ТО-ға басқа көзқараспен қаралады. Көп ТО ашып отырғандардың ойлары, ТО-ны ашсам, қазір мен ТО-мен жұмыс жасасам, серьезный болып көрінем, ИП как будто бір несерьезный болып қалады сияқты деген сияқты ой. Менің ойымша, ол ИП-ма, ТО-ма деп қаралмайды, өзім жеке пікірім. Себебі сіз егер өзіңіз ТО ашып алып 20% КПН-іңіз төлей алмай, дивидендтан ұсталатын ИПН-іңіз төлей алмай, ертең өзіңіз осындай былыққа кіріп жүретін болсаңыз, ешқандай заказчик сізге объем береді деп айта алмаймын. Лучше қалтаңызда көтеретін салығыңызды төлеп, ары қарай өзіңіздің фонд оплата трудаңызды көтеріп деген сияқты үкіметке төлеген салықтарыңызды көтерсеңіз, алда көп жерлерде сізге жеңілдік болады. Және де осы орайда ТО жақсы ма, ИП жақсы ма, сіздердің өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарияда қалдырсаңыздар болады.